Сиқыр жасайтын кісілер көбінесе қандай болады? Қандай оларда сипаттар? Біріншіден, көбінесе сиқыр жасайтын кісілер сіздердің жақындарыңыз болуы мүмкін, достарыңыз болуы мүмкін. Екіншіден, сиқыр жасайтын кісілер олар Алладан қорықпайды, діннен алыс болады. Олардан сондай байқайсыз, дінге тіл тигізу мүмкін, дінге сондай қарсы болуы мүмкін. Үшіншіден, сиқыр жасайтын кісілер өте сарам болады. Сізге жақсылық істеу, көмек беру, даже кеңес беруде сарам болады. Төртіншіден, сиқыр жасайтын кісілер көбінесе өсекші болады. Біреудің сөзін тасып, біреуді жамандап, біреуді өмірін қызығып, сондай болады. Бесіншіден, сиқыр жасайтын кісі көбінесе ашуланшақ болады. Әр нәрсеге сөзге таласа береді. Осы көбінесе осындай сипаттар болады. Егер осы сипаттар кісіден байқасаңыз, өте абай болыңыздар.